Сиқырлы қасық ертегісі. Бір ауылдың шетінде бай мен бәйбіше тұрыпты. Олардың малы да, ақшасы да көп екен. Бірақ екеуі соның бәрін өзгелерден қызғанады екен. Сондықтан үйге қонақ келмесін деп, екеуі киіз үйлерін әдейі алысқа тігіпті. Сол ауылға алдар көсе келе жатыр еді. Ол жолда бір қасық тауып алып, байдың үйіне қонаққа кірмекші болады. Бай оны көрген соң үйінен атып шығады. Алдарды қуып жібермек болып, «Қап, саған берер тамағым жоқ. Өзім 3 күн бойы аш отырмын. Мүмкін көршілерге қонақ боларсың», дейді. «Менде сиқырлы қасығым бар. Ол кез келген тағамды өзі даярлайды. Сондықтан маған сенің тамағың керек жоқ. Оданша мен саған тамақ істейін», дейді алдар. Бұған қуанып кеткен бай алдардың айтқанына сеніп, сиқырлы қасықтың қалай тамақ жасайтынын көргісі келіп кетеді. Сонда алдар көсе, бұл қасықпен қазанды араластырып отыру керек. Сонда ол тамақтың бәрін өзі істейді. Тек сен көзіңді жұмда алақай, алақай, мақалай деп айқайла. Көзіңді ашқанда алдыңда дәмді палау тұрады, депті. Сөйтіп бай көзін жұмып тұрғанда алдар көсе оның бәйбішесіне барады. «Әй бәйбіше, байеке саған ет пен май берсін деп бұйырды. Кәне, алып кел», дейді. Байдың әйелі ет пен майды береді, ал алдар оны араластырып тұрған қазанға салады. Тағы бір рет барып ол бәйбішеден туралған пияз бен сәбізді сұрап алып кетеді. Ең соңында одан күріш алып, күрішті де қазанға салып қояды. Бәрін дайындап болған соң алдар көсе де байдың жанына келіп, алақай, ақалай, мақалай деп айғайлай бастайды. Палау пісіп болған кезде ол байдың көзін ашып, палауды көрсетеді. Палаудың дәмін көрген бай, «Ах, палауың қандай дәмді болып шықты. Маған қасығыңды сатшы, мен саған 1000 теңге беремін», дейді. «Егер 1000 теңгең болса, неге 3 күн бойы аш отырсың? Мен сенің қасығыңды күтіп отырмын ғой. Ендігәрі аш қалмаймын. Маған қасығыңды сат», деп бай қоймай қояды. Алдар көсе келісіп өз қасығын байға беріп кетеді. Алдар қайтқан соң бай қасықты әйеліне көрсетеді. «Міне енді бізге тамақтың керегі жоқ. Бәрін осы қасық даярлайды», дейді. Әйелі: «Әй, сонда палауды қасық істеді деп ойлайсың ба? Сонда етті кім берді? Сәбізді кім турады? Сен көзіңді жұмып отырғанда алдар көсе сен бұйырды деп азық-түліктің бәрін сұрап алды. Оның сиқыры сол, сен сияқты ақымақтарды алдау», деп байына ұрса бастайды. Сонда ғана бай өзінің алданғанын түсінеді.